Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Allahümme la ilme lana illa ma alamtana innaka entel alimul hakim. Summa ma ba'd. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli bavurlar. Allah subhanahu wa ta'ala bilimге деп келген қадамдарымыз баршамыз Алла сауаптан жазсын, пайдалы білім алуымыз нәсіп етсін. Сол білімімізді мына дүниеде қолданып, ертең қияметте таразда сауабы ауыр болатын хайырлы амалдардан болды Алла нәсіп етсін. Біз өткен дәрісімізде не өткен едік? Жақсы, мен жаңадан келген жастар көріп тұрмын. Айтарым сіздерге, мен сол сауда саттыққа қатысты, кәсіпке қатысты, бизнеске қатысты, соған қатысты өтіп келе жатырмын, тек қана осы жерде. Келістік қой, неге кәсіпке қатысты? Өткенде ол сондай сұраныс болған еді. Бұл Құрандағы аят, Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Садақаллаху лазим. Алла, осы дүниедегі сен мынау жақсы, мынау дұрыс деп, нығмет деп берген сауапты амалдарды, кәсіп, ақша, бәр соның ішінде тұр. Соны маған нәсіп етші деп айт деп жатыр да аятта. Біз соны дұға мағынасында айтамыз. Неге дұғады? Раббана атина деп. Бұны Пайғамбар алейхиссалам да дұғада айтатын. Яғни осы дүниеде Алла Тағаланың берген нығметтері бар. Өте көп нығмет бар. Соның ішінде бұл дүниеде нығмет бар. Яғни дүние деген кейбір адамдардың айтқаны бойынша бір жек көретін жаман нәрсе емес. Бәрібір айналып келген кезде бәріміз сол дүние деп жүрсіздер ғой по-любому. Мысалға біреу ақшаны жамандайды да, сөйтіп жаңағы оқуды бітіргеннен кейін қайттан сол ақшаға жұмыс істеп жатыр ғой бала. Сонда ақша деген жаман нәрсе емес. Бұл дүние, ақша, бұл Алланың берген нығметі мына өмірдегі. Бірақ соны мұсылман адам игеру керек. Мұсылман адам, ол соның қолында болу керек мұсылман адамның. Егер біз оны қазір осылай біліп алмасақ, осы нәрсені түсініп, сол нәрсенің жолын біліп алмасақ, онда ол дүние біздің қолымызда емес, жүрекке кіріп кетеді. Мына жақ кіріп кетіп жатыр. Ал жүрекке кіріп кеткеннен кейін оны шығу қиын болады. Өйткені мына бөлме, мына жүрек деген бөлме, бұл жерде не болу керек? Бұл руханият бөлмесі. Иманымыз осы жерде. Қараңыздар. Бұл бөлме Алла субхана ва тағаланың назары түсетін бөлме. Дәлел айтайын. Пайғамбар алейхиссалам айтады, Алла Тағала сіздердің түр әлпеттеріңе қарамайды. Қанша өзіңді сипалап әдемілегеніңмен Алла сен түріңе қарамайды дейді. Бірақ әдем болып жүріңдер. Мұсылман әдем болып жүру керек. Алла Тағала сіздердің жыныстарыңызға қарамайды, ұл бала ма, қыз бала ма қарамайды дейді. Алла Тағала сіздердің ұлттарыңызға қарамайды. Қазақсың ба, арабсың ба, қытайсың ба, қарамайды Алла Тағала. Алла Тағала сіздердің дүниелеріңізге қарамайды, байсың ба, бай емессің ба, қарамайды. Алла Тағала қарайтын нәрсені асасын не деп айтты? Алла Тағала сіздердің жүректеріңізге қарайды деді. Неге қарайды? Алла субхана ва тағаланың назар түсетін жер осы жер. Және екінші жалғасы, Алла сіздің жүректеріңізге қарайды, Алла сіздердің амалдарыңызға қарайды деді. Міне осы екі нәрсеге өте мұқият болу керек. Сол үшін жаңа айтып тұрғандай, дүние мұсылман адамның қолында болу керек. Дүние мұсылманның жанында, артымызда жүру керек. Бірақ мына жаққа кіріп кетпеу керек. Өйткені біз қазір осылай дәрісте дүние деген, бизнес деген, сауда деген нәрсені қазір біліп алмасақ, құрметті жастар, мына жаққа кіріп кету қауіп бар. Мына жаққа кіргеннен кейін не болады? Алла Тағала сен дүниеңді шашып жібереді. Түсінесіз ба? Өйткені Алла Тағала өзің пендесін қызғанады. Дүние мына жаққа кіріп кеткеннен кейін сенің жатса, тұрса ойың бәрі мынау болады. Мына жердегі нәрсе болады да. Мына жақта намаздардың уақыттары келіп жатыр, кетіп жатыр, келіп жатыр, кетіп жатыр, Рамазан келіп, кетіп жатыр, қарамай жатсың сен. Сонымен не болады? Алла Тағала сені қайтарады. Қалай қайтарады, ол өзі біледі бірақ. Яғни кейде адамдар үлкен сынаққа жолығып бар, тәубасына келіп қайтып жатқан қаншама адамдар бар. Сол саған керек па сондай сынақ? Керек емес. Сол үшін ол хадис та, ол екінші хадис ол. Яғни бір адам таңда тұрған кезде дүниені ойлап таңға тұрса, кеш батқан кезде дүниені ойлап кеш батырса дейді, Алла Тағала оның дүниесін шашып жібереді деген Расулаллах. Құрайтын Алла, сен құрап жатқан жоқсың. Бегере сонда жүріп еңбек еткенін қалып жатыр, бірақ құра алмай жатыр.
Сол үшін мына дәрісті біз сол үшін бастаған болатынбыз. Дұрыс, мұсылман адам дүниемен айналысу керек. Бірақ аяқ қол мынау емес. Яғни аяқ қолымыз жұмысқа бару керек. Аяқ қол ақша санау керек. Біреумен мәміле қылу керек, жасау керек, бару керек, әкелу керек, сату керек, алу керек. Аяқ қол бұның бәрі бірақ. Ал бірақ ол неге кіріп кетпеу керек? Міне жүрекке кіріп кетпеу керек. Дәрісіміз осы жайында келе жатыр біздің құрметті жастар, түсініңіздер. Сол үшін бұл мен әуелде айтқан едім, жаңада келген кісілерге және бір ақпарат болсын, білетіндерге қайталау болсын. Бұл біздің әкелеріміздің заманындағы айтылған бір саясат еді. Дүние байларды жек көрсету. Қалай ол? Мысалға, біздің бабаларымыздың заманында қандай еді? Бір ауылды бір бай ұстап отыратын еді. Солай ғой? Ол ауылдағы адамдар сол байдың малын бағып жатын деп ойламаған ешқашан. Әрқайсысы өзінің малын, біздің малымыз деп баққан олар. Сол бай бірақ бюджет бір жерден де енді. Соны кім үйленем десе бөліп береді. Бөлек шығам десе отауын тігіп береді. Яғни сол бір жерден жасап отыратын ауылда бір баракат болатын. Сөйтті де ана мұжықтар келіп не істеді оны? Не істеді? Ауылдың жаңағы үйіп отқан, айранда үйіп отқан ауылды фитне жасады. Қалай жасады? Адамдарды азғырды. Сен неге байдың малын бағып жатсың? Сен де сол бай болуға шамаң келеді ғой. Сен де адамның баласысың. Сен де әрекет қылсаң, саған да Құдай береді. Сен неге біреудің жалынды болып малын бағып жүрсің сен? Деп не істеді адамдарды? Азғырды. Сөйтіп кімге қарсы қойды халықты? Сол ауылды бәрін үйтіп отырған жаңағы байларға қарсы қойды. Сөйтті де сол байлардың малын тартып алған кезде не болды? Міне жақтағы халық қуанды бәрі. Ой, жақсы болды, міне жақсы болды, байларға керегі сол деп қуанды олар. Сөйтіп байдың малын тартып алған артынша не келді? Ашаршылық келді. Қырылып қалдық қой. Сонда байдың малын емес, ауылдың малын тартып алды ғой олар негізінде. Бірақ олай деп айтылған жоқ та ол кезде. Айтылған кезде не деп айтты? Ой, жеке қамның біреудің малы еді мынау деп солай жамандады. Содан бері әлі келе жатқан сондай мультфильмдер бар, Сен қарасаң, қарны шығып кеткен мынандай бір байды кейіпкер қылып қояды мультфильмде. И оны көрген балалар солай көріп өстік. Байлар жаман адамдар екен ғой қайсы. Ең оңбаған қоғамдағы байлар екен ғой деп солай кино түсірді, мультфильм түсірді, солай айтылды. Не бір ана бір алдар көсе сияқты мошенниктарды кейіпкер қылып шығарды. Айтайын, негізі алдар көсе деген адам шынымен болған болса қоғамда, ол нағыз қып-қызыл мошенник адам. Шариғатқа қарсы жұмыс істеген ғой кісілер. Қалай сонда біреудің малды құлағынан теуіп малын тартып алып, ой, болмайды. Халыққа бөлістіріп берді дейді. Оны кім айтты саған оны? Ояны ешкім тексерген жоқ қой. Жай ауызеге айтылды ғой. Бөліп берді ме, бөліп бермеді, Құдай біледі ол кісінің не істеген аралай. Бірақ бәрібір де біреудің малына кіру, қиянат жасау харам болады исламда. Біріншіден, ондай адам болмаған екен өмірде. Бұл кейіпкер сондай. Сондай адам болған да. Ана Буратино деген мультфильм көргенсіңдер ғой, Ана мұрынды. Негізі ондай жануар жоқ қой әлемде. Жасаған сондай кейіпкер. Жасанды. Сондай жаман қоғамдағы нәрсе әлі келе жатыр ма, келе жатқан жоқ па қазір? Бар ма, жоқ па? Бар ғой. Жігіттер, жастар, ашық айтайын. Негізінде қоғамдағы жақсы адамдар өте көп. Солардың қатарында кәсіпкерлер де бар, ашық айта аламын мен. Жағдайы бар, бай адамдар, кәсіпкерлер, ең мықты адамдар қоғамда, ең жақсы адамдар сол кісілер. Қарны мынандай кәсіпкер көрген жоқпын мен. Олар таңертең жүгіреді, өздеріне қарайды, кітап оқиды, шетелге шығады, тәжірибе алмасады, инвесторлар тартады елге. Қарасаң, налогын төлеп отыр, ағайындысы көмектесіп отыр. Қарасаң, оны істеп жүрген адам тірлігін қарасаңыздар, ең жақсы адамның істейтін амалын жасап жүр солар. Бірақ мына жағын айтылған кезде қалай айтылып жатыр олардың хақысында? Не деп айтылады ол? Ой, жаман, ақшаға берілме, ақша жаман нәрсе адамды бұзады дейді. Соның бәрі құрметті жастар, біз дәрісті осылай бастаған болатынбыз. Біз ақшаға деген сауаттылығымызды оятуымыз керек. Мен алдында дәріс айтқан болатын, қазір де айтам, егер менен депутаттар, оның ар жағында министрліктер ұсыныс ретінде не айтасыз десе, мен екі пән айтатын едім. Әлі күнге шейін айтып келе жатырмын соны. Оларға да айттым, қазір де айтам.
Екі пән керек бізге. Мектептен бастап кіру керек ол. Бірінші пән отбасылық жайындағы пәнді кіргізу керек. Отбасы жайында. Балаларда ешқандай отбасы жайында мағлұмат берілмей жатыр. Жоқ, мектепте айтылмайды. Ары қарай университетте 4 жыл айтылмайды. Сөйтеді да университет біткеннен кейін балаға не деп айтады? Үйленсейші дейді. Бір шүке үйленсейші дейді. Сонда ата-ананың ең үлкен дайындығы тойға әзірлік болды. Тойхананы қай жерден аламыз, қай жерден жалдаймыз, неше адам шақырамыз. Той біткеннен кейін, ал көрсетіңдер енді, сендерге қанша шығын жасадық дейді. Ана біреудің ерке баласы сияқты, мынау да біреудің ерке қызы, екеуі де дайын емес. 11 жыл мектепте оған отбасы жайында ешнәрсе айтылмаған. Одан кейін 4 жыл университетте де не айтылмады? Не айтылмады? Айтылмады. Сонда отбасыға дайындық 0. Жастар айырылыспай, кім айырылысады? Өкінішке орай, қазір заманда, міне елімізде қазір нақты некелескен жастардың 50%-ы 6 айға жетпей айырылысып кетіп жатыр. Оған кім кінәлі? Кім кінәлі? Қалай ойлайсыздар? Оған бәріміз кінәліміз. Мен де кінәлім, сендер де кінәлісіңдер. Бәріміз кінәліміз. Неге? Осыны қолға алмағандықтан. Демек, жаңағыда тым болмаса жоғарғы вуздарға не кіру керек? Отбасы жайында пән кіру керек. Оларға айтылу керек жастарға. Мен ертең сендер университет бітіріп диплом алғаннан кейін отбасылық өмір басталады сендерде. Ал отбасылық өміріміз біздің өміріміздің көп шағы, көп уақытымыз отбасылық өмірмен кетеді екен. Оған дайындық жоқ ешқандай жастарда, айтылмайды еш жерде. Екінші пән, мына сауда-саттық пәнді кіргізетін ақша туралы. Мектептен бастап оқытылу керек, сауаттылық ақшаға деген. Өйткені ақшаны жамандап, ақшаға жолама, ақшаға бұзады сені. Оңбаған боласың. Не істейсің ақшаны? Жолама деп келеді. Мектеп, университет біткеннен кейін қайтадан сол ақшаға жұмыс істетіп жатыр ғой балалар. Соның бала сауаттылық, ақшаға сауаттылық болмағаннан кейін не болып жатыр? Ақшаны қалай көбейтуді білмейді. Ақшаны кеп қалса, оны қалай ұстап тұруды білмейді. Қорыққан соншалық адамдар не? Ақша түсіп қалса зарплата, соны тауысқанша асығады бәрі. Алып қал, акция болып жатыр екен, алып қал, ертең ақшаны таппай қаламыз, алып қал қатын дейді. Бәрі бала шағасымен жабылып, сол ақшаны тауысады. Сосын мектеп тыныш отырады. Жетпей жатыр ғой деп. Соның бәрі ненің несі? Қаржыға деген сауаттылық болмағандықтан. Өйткені қаржылық сауаттылық болу керек қой бізде. Ақшаны қалай табу керек? Ол тапқан ақшаны ұстап тұру керек, және оның көбейтетін жолын жасау керек, болу керек қой. Міне сол себепті осындай дәріс бастаған болатынбыз, құрметті жастар. Және қайталап айтамын, бұл ақша, дүние деген нәрсе жаман нәрсе емес. Бұл Алла Субхана ва Тағаланың мына дүниедегі біздерге берген үлкен нығметі. Алла бұны нығмет деп айтқан. Байлық емес бірақ бұл. Біз байлық пен нығметті шатастырмайық. Мысалы қараңыздар. Қазақта айтады, тіріге не бер дейді? Иман байлығын бер дейді. Тірі жүргендерге иман байлығын бер дейді. Сол адам өмірден өтіп кеткеннен кейін не деп айтады? Не деп айтады? Сол иман байлығы өмірдегі жинаған өзіне жолдас болсын дейді. Қараңыздар. Сонда шариғаттың байлық деп тұрғаны мына дүние нығметті айтқан жоқ. Бұл байлық деп тұрған иман байлығын айтып жатыр. Сол иман байлығы жолында дүние деген нығмет керек бізге. Оны алсасам айтып жатыр. Сұраушы қолдан беретін қол артық деп айтқанды. Сен біреуге беру үшін не істеу керек онда? Онда жұмыс істеу керек қой. Онда мұсылман адам бай болу керек. Мұсылман адам қаржы болу керек сен қолыңда. Сен біреуге беріп жүру үшін сенде болу керек қой нәрсен. Оны қайдан алу керек саған? Одан мына демек қаржылық сенде сауаттылық болу керек. Көрдіңіздер ме? Міне сол себепті байлық пен нығметті екеуін сатыстырмаңыздар, құрметті жастар. Дүние бұл нығмет. Міне Алла Субхана Тағала мына жалған өмірде біздер ақыретті көп сауап жинап қалу үшін бізге көптеген нығметті берген. Алла Құран кәрімде "Уен тауду ниъматаллахи ла тухсуха" дейді. Садақаллахул азим. Алланың сендерге берген нығметін санайтын болсаңдар дейді Алла Тағала, сендердің сандарың жетпей қалады дейді. Біздің сан тоқтайды екен. Бірақ Алла Тағаланың нығметі әрмен қарай әрі кете береді екен. Сол нығметтің ішінде мына біздің қозғап отырған не бар? Дүние, ақша, доллар, евро, не бар? Сол бар соның ішінде. Қажылыққа бару үшін не керек бізге? Ақшаң бармаса қалай барасың сен? Ата-ананың қызметін жасау үшін,
Олар қажылыққа жіберу үшін не керек саған? Ақша керек. Ағайын туысқа көмектесу үшін не керек саған? Ақша керек қой. Соны айналып келген кезде қайтадан ақшаға біз мұқтаж болып қаламыз ғой. Сол үшін мұсылман адам осының бәрін не істеп отыру керек? Алдын ала ойластырып отыру керек. Алдын ала. Міне сол үшін дәріс, құрметті жастар, жібермеңіздер. Бұл өте маңызды дәріс біздер үшін. Жаңа айтқандай, дініміз айтпайды, бірыңғай осылай мешітке кіріп алыңдар да азаннан кешке шейін құлшылық қылыңдар да болды, осымен өмір тамам деп айтпайды. Шариғат айтпайды, азаннан кешке шейін бірыңғай сол дүние нығметін соңынан түсіп алды, соны қуа бер деп айтпайды. Қараңыздар. Мұсылман Расул айтады, нағыз мұсылман адам екі дүниесін қатар ұстайды деген. Біреуі дүние нығметі, осы айтып тұрған, біреуі ақырет нығметі. Яғни намаз уақытқа дейін жаса, саудаңды жаса, жұмысыңды істе. Намаз уақыт келген кезде Расул не дейді? Дүниені кішкене доғарасыңдар да, тоқтатыңдар, намазыңды оқып ал дейді. Намаз оқып болғаннан кейін қайттан бар жұмысыңа кет дейді шариғат. Міне сондай мұсылманды мақтаған пайғамбар алейхиссалам. Енді бүгінгі дәрісіміз мына бір хадистің аясында болады. Тағдырға қатысты мәселе бұл. Бұл имам Муслимде келген Абу Хурайрадан жететін хадис. Бұның басы былай басталады хадистің. Мынау ананың құрсағына бала түскен кезде, бұл ұйыған қанға айналады. Ол сөйтіп шайналған етке айналады. Сөйтіп дене бітім біткеннен кейін періште келіп оның 4 нәрсесін бекітіп кетеді дейді. Баланың денесі былай құралған кезде не жазылады екен? Әрқайсымызда болған бұл нәрсе, процесс жүрген. 4 нәрсе жазылады дейді пайғамбар алейхиссалам. Біріншісі ризығы жазылады дейді. Біріншісі. Екінші бұл қанша өмір сүреді, сол жазылады. Басы бар, аяғы бар. Яғни біреуге 80 жыл өмір жазылған болса, ол 81 жыл болып қалмайды. Асып кетпейді ешкім. Немесе 80 жазылған болса, 79 ешкім қайтыс болмайды. 80 ба, 80-де өмір сүресің. Бұл тоқтайды деген сөз. Сол жазылады деді. Үшіншісі, бұның амалы жазылады деді. Яғни өмірде қандай амал жасайды, амалдар қалай болады. Төртіншісі, бұл бақытты ма, бақытсыз ба, сол жазылады деді. Бүгінгі дәріс осы жайында болады, құрметті жастар. Осы хадистің аясында. Біріншісі қалай басталды? Не жазылады деді? Біріншісі ризық жазылады деді. Енді бұл анау жұмыс жасағылар келмейтін, нәпсіге берілген жалқауларға осы хадисті дәлел қылып айтып жатыр екен да, мен әдейі осыған тоқталайын деп жатырмын. Мен тағдырым осында ризық жазылған, менің не кінәм бар дейді, карта ойнап отыр деге бір алып. Таксистер отырып карта ойнап отыр деді. Көке, мынауың не десе, енді балам, мен тағдырым осындай дейді. Мен тағдырымда осылай жазылған, мен ризығым міне осы, міне. Енді айтып жатсыздар ғой, өздерің хадис бар екен ғой сондай. Мен не кінәм бар деп, ана өзің жұмыс істемегенін, жалқау болғанын, оны ожан жасырып тұр, айтпайды. Кішігір мана тиын тебен түсіп тұрған соны ғана, соны Құдайға жауып қойып, тағдырмен жауып қойып, бүйтіп отырды. Бәрін айтқан екен ғой пайғамбар алейхиссалам. Мен тағдырым осы дейді. Құрметті жастар, біз бір нәрсені жақсылап түсінейік. Бұл ризық нерден басталды, нерден аяқталды. Мынанша ризық деп айтайықшы өмірімізде. Бұл жазылғаны ақиқат. Біз оған иман келтіреміз. Оған ешқандай күмән жоқ. Ризықтың осынша кімге қанша объем жазылғанда біз оны талқылай алмаймыз. Ризықты ше. Бірақ әңгіме сол ризықты ішін безендіру бар. Әңгіме сол жайында болады. Мысалы, или былай түсіндірейін. Мысалға, екі дос, екеуі де салоннан екі машина алды деп айтайықшы. Екі көлік сатып алды. Сөйтті де біреуі сол қалпында теуіп жүр. Ешнәрсе бір шуруп бұрамайды. Сол қалпында полик самайды. Анау сиденьяға чехол кигізбейді. Неге десе, осылай тағдырға жазылған бұл машинеге дейді. Бұл машина осылай поликсіз өту керек өмірден дейді. Полик салға болмайды, чехол кигізуге болмайды, тағы не болмайды Құдай ол. Болмайды. Ал екінші досы осылай дәріске қатысып жүрді, ол түсінді. Дұрыс, машиненің қаңқасы жазылған ол. Ризығы ше. Дұрыс, сондай машина жазылған. Бірақ ішін безендіру деген нәрсе бар ғой деп дәріске қатысып ол түсінді де, барды да не істеді ол машинесін? Не істеп жатыр? Қажетті полигін кигізді, чехолын кигізді, тағы не нәрсе керек, бәрін жасап жатыр.
сидинасында подогрев жоқ еді, оны жасатып алды, қосымша ақшасын төлеп. Не қажет бар оған машинеге қатысты? Қыста қалай ыңғайлы маған, жаздың күні қандай ыңғайлы маған? Мүмкін ішінде кондер жоқ еді, кондер орнатып алды ол ше. Бірақ анау екіншісі не істеп жүр ол әлі сөйтіп теуіп жүр ана кісі. Машинесін ше. Сен де мынау сияқты ыңғайламасай өзіңе. Мына өмірді Алла Тағала берді ғой саған десе, жоқ, братан, мен өйтіп айтпа дейді. Бұл тағдырға өйстіп жазылған бұл машина. Осылай өту керек өмірден дейді. Түсіндіре алдың ба? Сол сияқты ризық жазылып қойғанына жаңағы машинаның қаңқасы секілді болды, оған ешқандай спор жоқ, тартыс жоқ. Ол жазылып қойған, дұрыс. Бірақ сол ризықты ішін безендіріп, сәндеп, оны баракатын кіргізіп, ыңғайлап, тағы да көбейтіп алу мәселесі бар. Или бұлай, екі дос, екі пәтер алды деп алайықшы, бір бөлмеліден, екі бөлмеден екі пәтер алды екеуі. Сөйтіп біреуі не істеп жатыр? Сол қалпында қалдырды үйде. Аппақ, қабырғасын бар, аппақ күйінде берді. Немесе предчистовой қылып берді оған. 80% бітірген, тек ескі терезесі ғана бар, қабырғасын бәрі сондай, міне ішін жасалынбаған берді. Екінші көршісі алды, ол не істеп жатыр ішін? Ремонттап жатыр. Обой жабыстырды, мебель кіргізді, ананы кіргізді, өзіне ыңғайлы, бала шағасын ыңғайлы қылып жасап жатыр. Ана бірінші не деп жатыр ол? Бұл тағдыр, бұл үй осылай болып жаратылған, оған тиісуге болмайды, осылай өтеді десе, ол қателеседі қатты. Ол үйдің ішін безендіру деген нәрсе бар ғой. Сол сияқты сіздің ризығыңызды безендіріп, ішін өзіңіздің ыңғайлап алу деген нәрсе бар. Бірақ үйдің қаңқасын дұрыс Алла солай жасағанына біз оған кірісе алмаймыз енді. Түсіндіре алдым ба? Яғни оны үлкейте алмаймыз. Жаңа машинені одан үлкен қыла алмайсыз. Оның өзінің шектелінген қаңқасы осылай тұрады енді өмір бойы. Бірақ бұл жерде біздің айтып тұрған мәселе, соның ішіне кіргеннен кейін, Алла сізге нығмет қылып бергеннен кейін, оны не істей аласыз енді? Өзіңіздің ыңғайластырып, не істей аласың оны? Өзгерте аласың ішкі оформлениесін жасай аласыз. Үйдің жаңа обойын ауыстыр, люстрасын іліп қой, тағы не керек саған? Отбасыңа қалай ыңғайлы болу керек үй деген нәрсе. Сондай жасай аласыз. Сол сияқты ризықты осылай деп біліңіздер, құрметті жастар, дұрыс, ризықтың қаңқасы жасалынып қойылған. Болды, ол одан үлкеймейді. Одан да кішірейте алмайсың оны. Қаңқасы осылай тұрады енді осылай. Оны расасымайды, жазып қойылған деп жатыр. Ал бірақ сол ризығымызды несін баракатын кіргізе аламыз. Ал оның берекетін кіргізу әрекет ол бізден болады. Оны Алла Құран кәрімде айтып тұр ғой. Инналлаха ла юғайиру би қаумин хатта юғайиру ма би анфусихим. Садақаллаху лазим. Алла айтады. Қайсы біз айтып жатыр, бүткіл адамзат айтып жатыр. Қайсы бір қауым жақсылыққа ұмтылып, әрекет жасап, осылай ұмтылмайтын болса, жақсы нәрсеге біліп қойыңдар. Алла Тағала ешқандай қауымды өзгертпейді дейді. Болды, солай жүре бересің. Ал өсейін, өнейін, дамиын, міне Алла Тағаланың бір мәрте берген осы жалған өмірімді мен бұл өмірге жай келген жоқпын ғой. Алла Тағала маған қандай үлкен мүмкіншіліктер беріп қойды маған. Сол мүмкіншіліктердің ішінде дүние деген нығмет менде болмаса, мен көрдім ақсайын деп жатырмын мен. Қайда барсаң да ақша керек саған. Ағайын туысы көмектесің де ақша керек. Ата-анаңды қажылыққа жіберейін десең де ақша керек. Солай ғой. Балаларың жаңағыдай не жақсы жерде, шетелде оқытайын десең, оған да ақша керек. Үйде жанжал болмаған қаласаң, ол да ақша керек. Дұрыс па? Қаншама отбасылармен куәгер болдым. Осы ақша үшін қаншама жастар айырылысты. Қаншама отбасылардың үйінде ойран шығып, ұрыс жанжал болып жатыр. Неден? Жетіспеушілік. Жетпей жатыр. Ал ана көкемнің баласы қолын қалтасын салып алып, телефон шұқылап отыр. Мен тағдырым сол ғой енді, қатын, бұдан не істеймін? Мен ал не істейсіңдер ал дейді. Оның сөзін қарасаң, ешқандай вариант жоқ сияқты сөйлеп тұр да ол ше. Болды, мен барым осы, мен Алла мені осылай жаратты, тағдырым осы, менен не істей аламын дейді. Бұның бәрі қате ұғым, бұл дұрыс емес. Алла субхана ва тағала адам баласын өте үлкен мүмкіншілік жаратып берген екен. Қазір әлемдегі ең жаңағыдай жаңалық ойлап тапқан кім бар әлемде? Мысалы Стив Джобс, мысалға, айфонды қара. Сол сияқты адамдар біз қазір, не деген гений адамдар, не деген жаңағыдай ақылды адамдар деп айтып жатырмыз, айтамыз ғой, солай ғой.
Бірақ мамандардың берген сараптамаларының берген қорытындысы бойынша сол адамдардың миының 3% жұмыс жасайды екен. Қалған 97% ми әлі ұйықтап жатыр дейді. Сонда біздің милар не болып жатыр деймін сонда? Қара. Яғни сондай адамдардың өзінің милары 3% жұмыс істеп тұрған болса егер. Сонда Алла Тағала адам баласын сондай қылып жаратқан екен де, сен өзіңді дамытып, өзіңді барынша біліммен қаруланып, барынша өзіңді ізденіп дамытқан сайын сен дами бересің деген сөз шықты бұл жерде. Сонда ризық мәселесінде айтарымыз, құрметті жастар, оның ішінде баракатын дамыту, оның ішіндегі керекті заттардың бәрін жасап алу, ақыретке мол сауап жинап алуға Алла Тағала бізге толық мүмкіндік жасап берді. Жаңа айтқандай сол кәсіпкер адамдардың 4 қолы 5 аяғы бар адамдар емес. Дәл сіз сияқты 2 қол 2 аяғы бар. Енді осын безендіруге қатысты айтатын болсақ, дәлелетейін. Пайғамбар алейхиссалам алдында бір кісі сахаба заманында қайыршы болып Расулалладан көмек сұрап келді. Я Расулалла, адамдардан көмек сұрадым, ешкім көмектеспей жатыр. Сіз бір ауыз айтпасаңыз, адамдар мен көмектеспей жатыр деді. Сөйтіп Пайғамбар алейхиссалам жаңа сахабаға айтты, сен үйіңде бір зат бар ма, үйіңде не бар деп сұрады. Үйіңде не бар деді. Арзымайдың ғана осындай бір кішігірім дүнием бар деді. Соны алып кел деді. Ол алып келді. Осыны бар базарға өткеннен сат. Сөйтіп ақшасына балтамен жіп сатып ал деді Пайғамбар алейхиссалам. Сөйтіп жаңа сахабасы дәл сол Расулаллах айтқандай жасады. Балтамен жіпті сатып алды да келді. Не істейін деген еді? Анау тауға шықты, Мекке таулы жер ғой. Тауға шығып отын шабасын деді. Отын. Сөйтіп сол отынды жіпке байлап, не істеді деді? Соны сатып, адамдардың арасында не жағдайын жасап алды. Ешқашан бұлай сұрама адамдардан деді. Олай болмайды деді. Сөйтіп жаңағы сахабаның сол Пайғамбар алейхиссалам айтқандай жасағанын айтқан сол риуаятта, хадисте. Сөйтіп сол жаңа сахабада Алла Тағала баракат беріп, ол кісінің өмірі өзгеріп, жақсы жағын әрине. Сөйтіп ол кісі зекет беретін жағдайға жеткендігін айтқан. Енді жаңағы хадисте Расулаллах өзі жеткізіп тұр. Сендерге тағдырларыңа жазылған деп тұр, да ризық. Бірақ Пайғамбар ана сахабаны қайтарса болатын еді егер сондай біз ойлағандай болса, сен әрекет қылмай-ақ қой. Сен осылай сіңген шығып кеткен кедей болып өтесің өмірден, дәл осылай. Сен қанша әрекет қылма, сен ешнәрсені істей алмайсың деп айтқан жоқ Пайғамбар алейхиссалам. Не деп айтты оған? Керісінше, Алланың берген денсаулығың бар емес па сенің? Сен мүмкіншілігің бар ғой, соны пайдаланда, сен ешқашан бүйтіп қол жайып сұрамай ешкімнен деді. Өйткені бұл сұрау мұқтаждық, дініміздің айтуы бойынша, мұқтаждық. Яғни адам шынымен жолда қалып қойса, жаңағыдай бір қиын жағдайға түсіп қалса, бір табиғи апат болып, мысалы үй өртеніп кетсе, тағы бір жағдай болса, сол кезде ғана мұқтаждығын айтып, адамдарға жан айқайын жеткізіп сұрауға болады. Кішкене көмектесіңдер маған деп. Көріп тұр ғой, табиғи апат болды да бір жағдай. Шариғат рұқсат береді оған. Бірақ адамдар оған көмектесіп, сонда реттеп алғаннан кейін, армен қарай оны жалғастыратын болса, харам болады. Оны Расулаллах айтады. Адам мұқтаждығын жаңағыдай болған кезде оған бір есік ашылып тұрады деген сондай. Кейін оны кәсіпке айналдырып, оны жалғастыратын болса, Алла Тағала оның бірнеше есігін ашып тастайды деген. Құдай сақтасын. Оның бір есігін жаба алмай жатсаң, екінші есік ашық тұрады. Оны жаба алмай жатсаң, үшінші есігің ашық тұр. Сонда өмір бойы есік жабумен адам өмір өтеді да. Сол үшін Расулаллах айтып тұрған сол. Демек, бұл жаңа айтып тұрғанымыздай нәпсіге берілген жалқаулығымыздың бәрін неге жауып қойға алмайды? Үйіп төгіп, міне тағдыр. Мен Алла Тағала тағдырым осындай ғана ризық жазған, ана байларға бай болу жазылғанда, ал маған мен осындай қарапайым немесе жетіспеушілік кедей әйтеуір үйсіп жүру жазылған ғой десең қателесесің. Және айтам, Алла субхана ва тағала бәрімізге ризық жазып қойған. Сол үшін ризық жазылды ма, болды. Альхамдулилля, Алла Тағала бізге өте үлкен мүмкіншілік берді. Ризығың аз болсын, көп болсын, Алланың баракаты кесе бар ғой, сен ризығыңа сенің. Ол жетеді бізге. Әңгіме ол жаңағыдай сумада, ақшада емес. Әңгіме неде? Алланың берекетінде. Баракат. А сол баракатты жасауға шариғат бізге соны айтып жатыр. Міне, баракат жаса дейді. Берекет болған кезде ғана не істейсің сен? Өміріңіз күрт өзгереді. Сол үшін жаңа айтқандай, ол үшін жаңағыдай жалқаулықты қою керек. Себебін жасау керек. Абай атамыз не дейді? Алла Тағала
ауруды жаратты, бірақ сен ауыртқан жоқ дейді. Абай атамыз айтып жатыр. Алла Тағала кедейлікті жаратты, бірақ сен кедей қылған жоқ дейді. Кім не түсінді осы жерде? Ауруды жаратты, дұрыс. Оның авторы Алла. Яғни ауру, дерт, оның авторы кім? Алла. Бірақ Алла сен ауыртқан жоқ дейді Абай атамыз. Неге ауырамыз біз? Оны қазақ атам не дейді? Ауру астан, дау қарындастан деген мақал. Естігесіздер ме? Әулетте бір проблема болса, бұл жіпті бетеп, қайдан шықты дегенде біз деп қарасын, қарындастан келгенде бұл нәрсе. Өйткені ол қарындас сол үйдің адамы деп анау қатты сөйлейді ғой жеңгесіне, келініне. Кетен жақтан келген деошым. Түсіндің ме? Оның бабаларымыз бәрін айтып тастаған ғой. Ауру астан деп жатыр. Демек, ауру атсың ба, демек сен неңе қара. Жеп атқан азығыңа қара, көрінген нәрсені жей берме. Көрінген нәрсені аузыңа тыға берме. Пайғамбар алейхиссалам айтқандай асқазанды бөл үшке. Бірінші су іш, кейін тамақ же, кейін екінші же деп атқан жоқ. Үшіншісін вообще жолама деп жатыр. Үшіншісін Аллаға қалдыр деп жатыр ғой. Бізде екіншіге орын болғандықтан әкеле бер дейміз ғой. ДФ бар ма? Әкеле бер. Отырған кезде білінбейді, тұрған кезде әрең демалып тұратындар бар. Демала алмай жатырмын дейді. Тағы бір екеуін тықпадым дейді, ары қарай. Күшті демаласың дәл. Тыға бер аузыңа. Сен ауырмай кім ауырады енді? Сөйтеді да, сол ауруын енді тағдырмен солай жазған қой Алла Тағала маған енді. Енді Алла ауыртты енді субхан. Енді Алла дұға қойыңдар бауырлар деп қояды. Мен сондай бір дерт келді субханалла. Сондай дұға қойыңдар дейді. Мен айтарым дұға қойайық соған ше, сол көп жемейтін деп дұға қойыр соған. Алла осы көп жемейтін деп қойшы осын деп. Сен мынағыңды нәпсіңді доғармайынша саған қандай дұға көмектеседі саған? Олай болмайды ғой. Сол үшін Алла Тағала бізге ақыл берді. Міне сол ақылмен қосымша шариғатты берді. Шариғат ақылға айтып отырады не істеу керек екен. Ертең қияметте не? Сол ақылымыздан біз сұра аламыз ғой. Мысалы ертең қияметте мынау жануарлар сұралмайды еш нәрседен. Қасқыр қойды жеп кетті, сұралмайды ол бірақ. Адам сұралады бірақ. Неден? Не үшін сұралады? Не үшін сұралады? Өткен ақыл бар ғой бізде. Сен білесің ғой бәрін. Біліп тұрып, адам нәпсіге беріледі, соған кіріседі. Міне құрметті ер азаматтар отырыстар ғой мына жерде. Бізде чатта қазір қанша адамдар отыр мына жерде. Айтарымыз, ер азаматтар кішкене қолға алыңыздар осы мәселені. Қазіргі таңда отбасындағы өте үлкен жанжалдың басы осы жетіспеушілікке барып жатыр. Енді басқа да бір себептері бар ғой әрине. Бірақ айналып айтарым, бәрібірде көбірек салмақ осығанда кетіп қалып жатыр да. Ал оны бәрін жаңа айтқандай хадис бойынша айтылған деп жауып қойсаңыздар олай болмайды. Онымен жауып жатқан жоқ ешнәрсе. Онымен жауылып жатқан жоқ. Сосын ер азаматтарға айтарымыз, мен Алланың берген, өлшеп берген өмірінде біздер былайша айтқан кезде ақша табуымыз керек. Кәсіппен айналыс. Міне. Былайша айтқан кезде біздің бірнеше кәсіптеріміз болу керек. Алла баракат берсін кәсіптеріңізге. Әрекет сізден, берекет кімнен? Ол Алладан. Сосын ғалымдар айтады. Ұл бала үшін, ұл баламыз бар, қыз балаларымыз бар ғой, Алла өмірмен берсін. Сол ұл бала үшін, яғни ұл бала, ол үшін мына өмірдегі ең батыр адам сен үшін кім десе, ана Макгрегорды айтып тұрмау керек та, чемпион ғой анау деп. Әкем деп айту керек екен. Өйткені ол әкем деп айту үшін әке немен айналысу керек енді? Немен? Қарын қойып алып ырсылдап жүрсе, ол әкесін айта алмай қалады ғой. Өйткені өзі де біліп тұр ғой, әке, жоқ, әкем айта алмаймын дейді. Демек, спортпен айналысу керек. Өзіне қарау керек. Башқан кезде ол мықты болу керек, әкеші. Ал қыз бала үшін, сен үшін ең бай адам кім десе, әкем деп айту керек екен қыз бала. Неге? Өйткені қыз бала башқан кезде ғалымдар айтқан, ұл балаға қарағанда қыз балаға көбірек ақша беріп жүріңдер деген. Қыз бала тойып өссін деген. Ертең есейген кезде ол қыз баланы жаңағыдай кейбір байдың балалары, кейбіреулері, әкесінің дүниесін шалқып жүрген кейбір балалар сенің қызыңды құлағынан теуіп дүниесімен азғыра алмау керек дейді. Яғни ол қыздың санасында сол баланың дүниесі жай болып қалу керек сен әкесіне салыстырғанда дейді. Қыз демалды керек қой балаға. Дүние деген мынандай болады, берге біз неге, мен көрсетемін дүние қандай болатынын. Деп қыз демалды керек ондай балаларға ше.
сол кезде ол жігіт та дүниемен болмай қалды, қой бұл қыздың ойлаған дүние емес екен ғой деп біліммен тақуалықпен келсе қыз мүмкін келісім береді. Сол кезде жігіттер де түсінеді, қыз баланы дүниемен сындыра алмайтынын білу керек. Ол үшін қыз бала ойланбастан менің әкем бай деп айту үшін әке немен айналысу керек? Міне жаңа айтып жатқаным сол. Демек, Алланың беріп тұрған денсаулығы, мүмкіншілік, тыныш заман ба, мұсылман адам бай болу керек. Мұсылман адамның дүние қолында болу керек. Міне Расулullah айтқан сол еді. Әл-муслимин қауи, міне мықты мұсылман, күшті мұсылман, ахабба илалла ва хайр минал муслимин даиф дейді хадисте. Күшті мұсылман әлсіз мұсылманға қарағанда Аллаға сүйікті ол дейді. Және ол хайыр деген екі сипаты бар ондай мұсылманның бойында. Енді күшті деген кезде ғалымдар осы ақшаны да айтқан да ол жерде. Енді тек қана мынау денсаулық қана емес, ақыл, білімді бәрі комплексіне адамды айтқан да жерде. Бірақ соның ішінде мынау ненің де барын айтқан. Былайша айтқан кезде не? Дүниесі де бар мұсылман бар оның ішінде. Демек, дүниесі бар күшті мұсылман, дүниесі жоқ әлсіз мұсылманға қарағанда, Аллаға қарағанда екі оның қасиеті бар бойында. Біреу Аллаға сүйікті ол, мынау. Және ол хайырлы, мынау, анаған қарағанда. Үшінші хадисте Расулullah айтады. Бір сахаба сұрады, я Расулалла, осы қоғамдағы ең жақсы адам деп кім деген кезде, өзге мұсылмандарға пайдасы тиіп жүрген мұсылман деген ең хайырлы адам сол деп айтқан мақтаған хадис бар Расулullah. Сен қоғамға көмектесіп үшін сен не болу керек? Не болу керек? Қазақ не дейді? Құрғақ сөз нені жырады? Ауыл жырады дейді. Сен аға деп кеп тұрса, інім сабыр ет енді. Мен де сабыр еткен баяды. Інім сабыр ет дегенде ол дұрыс қой, сабыр етіп жатыр ғой. Оның бірақ сабырлы жағынан емес, материалдық көмек керек болып тұр ғой сеніңге. Оны қанша сен бір кітап оқып беріп уағыз айтсаң да бар ғой, ініңге. Ол не істемейді? Өтпейді. Сөйтіп інің барады, ертең кредит алады. Қара. Күнәға кірді ма? Күнәға кірді. Егер әттең сөйді ағасы кішкене кәсібі болып жұмысы болғанда ғой, інісіне істейді, көмектесіп, інісіне аяққа тұрғызып жіберіп, сөйтіп, інісі де ертең онда қайтаратын уақыт келеді, одан кейінгі інілеріне деген сияқты жалғасын болу керек еді бұл нәрсе. Міне пайғамбар соны айтып жатыр. Ең хайырлыларың деп жатқан сол. Күштілерің әлсіздерге қарағанда ол Аллаға сүйікті, ол хайырлы дейді. Сол үшін құрметті жастар, жаңа хадис жайында көп қоғамда мәселе бар екенді, соны әдейі біз сол хадис ашып тұрмын бүгін. Және қайталап айтайын, кешіп келген кісілер бар екен. Не жазылып қойған деді? Ризық жазылып қойған. Болды, оның қаңқасы, объемы азаймайды, көбеймейді. Бірақ оның ішін не істей аламыз? Ішін әшекейлі, ыңғайла, көбейт, баракатты көбейте аламыз. Ризық жазылып қой. Екінші не жазылып қойыпты? Қанша жыл өмір сүруіміз жазылып қойған екен. Екіншісі жаңа хадистің жалғасында. Демек, бір адам жүр, қазір жазылып қойған екен ғой өмірім. Арақ ішсем де өлем, ішпесем де өлем. Темекі тартсам да өлем, тартпасам да өледі екенмін ғой деп, біреу өмірін әйтеуір өткізіп жатыр да. Екінші біреу, міне осылай сіздер сияқты білімге ұмтылып жатыр. Спортпен айналысады, кәсіппен айналысады. Алланың өлшеп берген өмірін жаңа айтқандай сол. Бұл жазылып қойылды тағдырда. Бұл одан артығы да болмайды, одан кемі де болмайды. Бұл әңгіме, бұл жерде ешқандай әңгіме жоқ. Яғни өміріміздің өлшеліп қойған жайында біз оны не істей алмаймыз? Өзгерте алмаймыз. Бірақ өмір мерде басталды, мерде аяқталады. Бірақ осының ішін өзгерте аламыз. Жаңа ризық сияқты бұл да. Яғни ұстанған өміріңді қалай екендігін сен өзің ыңғайлап аласың. Қаласаң нәпсіге беріліп, былай өте берсін өмірің. Қаласың нәпсіңді қоя тұрды, нәпсіңді саған жұмыс істетіп, сен адамдық миссияңды атқарсаң, онда өмірің мәнді, сәнді болады. Сол өлшеп қойылған өмірімізді не істей аламыз? Ішін жаңа айтқанда, берілген үйдің ішін өзгерте аламыз. Оформлениесін өзгертейік, обойларды өзгерте аласың. Бірақ айтқанда үйдің қаңқасын істей алмайсың, өзгерте алмаймыз одан. Одан үлкейте алмайсың, одан кішірете алмайсың. Сол сияқты Алланың өлшеп берген өмірі болды, ол қаңқасы тұр. Алла солай жазып қойғандығын айтты, пайғамбар алейхиссалам періштелерін жібертіп. Болды, ол өзгермейді. Яғни өмірімді қалай ұзартсам деп айта алмайсыз. Ұзармайды өмір.
қысқармайды да. Бұған дәлел айтайын, ішін қалай өзгертетінімізді. Расул саллаллаху алейхи айтады. Бір хадисінде бір сахаба келді, я Расулалла, мынау ризығымның кішкене баракатын кіргізетін, өмірімді жаңағыдай жақсыны өзгертетін бір дұға ма айтсаңыз деген кезде Расул саллаллаху алейхи айтты, ағайын туыспен аралас деді. Ағайын туыспен ше, кім ағайын туысымен жақсы қарым қатынасы болса деді, оның өмірі ұзарады деді, ризығы молаяды деді. Хадис осымен тамам. Ең жаңа айтқандай өмір ұзарады деген кезде, демек оның өлшеп қойған қаңқасы өзгермейді дейді ғалымдар. Жаңа айтқандай жазылып қойған өмір бар еді ғой. Біреуге 40 жыл жазылды, біреуге 80 жыл, біреуге әртүрлі ғой. Сол өзгереді деп тұрған жоқ пайғамбар. Бірақ хадисте тікелей аударсақ, кім өмірі ұзарғанын қаласа деп тұр ғой. Қара, ол тікелей аудармайды да, ол хадисше. Тікелей аударса болса аударылып тұр қазір. Кім өмірін ұзарғанын қаласа, ризығының молайған, ризықта көбейткісі келсе, не істесін деді ол адам? Ағайын туыспен аралассын деді. Бар алыс беріс болсын. Олардың қызметінде бол, шапқылап қызметіңді жаса деп жатыр арасында. Сонда жаңа айтқандай, демек Расулаллах өзі айтқан хадиске өзі қарсы сөйлеп тұрған жоқ бұл жерде. Өткен жаңа бірінші хадисте бүгінгі дәрісімізге қатысты ол жазылып қойған еді ғой өмірі. Ал екінші хадисте не деп жатыр? Ұзарады деп тұр. Бірінші хадисте ризығы жазылып қойған деді, екінші хадисте ұзарады деп тұр. Қалай сонда? Екі хадис бір-біріне мынандай ма десе, олай емес. Жаңа айтылғандай қаңқасы жазылып тұр, ризығың, өмірің ұзармайды, кемимейді, ол белгілі. Бірақ соның ішіндегі мынау не баракатты ұзартқың келсе ұзарта аласың. Баракатты. Берекетті қысқартқың келсе қысқарта аласың. Яғни ішіндегі ризығыңның берекетін қысқартқың келсе ағайын туыспен соның бет жыртысы араласпай кете сал болды. Мына өмірде де жолың жабылады, бизнестерің тоқтайды. Өміріңде жаңағыдай өлшеп берген өміріңде ішінде берекет кетеді. Берекет кеткен денсаулығыңда кетеді, уақытыңда берекет кетеді, бәрі сондай Алла сақтасын. Ана өмірде де ондай адамдар жәннатқа кірмейді деді Расул саллаллаху алейхи вассалам. Кім силатур рахымда ағайын туыспен араласуды тоқтатса, ол адамға жәннаттан 50 мың жылдық жерден иісі келіп тұрады деген иісі. Дәй иіс. Ұзақтан. Ішіне кіріп, ондай болмайды деп жәннатқа кіру қиын. Сонда демек өміріміз жазылып қойған бірінші хадисте оны түсіндік. Екінші хадисте түсінгеніміз өмірімізді не істей аламыз шын, бірақ өзгерте аласың. Кімге қандай өмір керек, оны өзгерте аласың. Қаласаң бандит бол, қаласаң тақуа бол, қаласаң кәсіпкер бол, қаласаң тағы басқа қай жол ұстайын келеді өзің білесің деп жатыр. Алла Тағала бізге не берді? Ақыл берді, мүмкіншіліктің бәрін жасап берді. Алла Құранда айтады, қаласаң мұсылман бол, қаласаң кәпір бол дейді аятта. Аллаға біздің ешқайсымыз қызық емеспіз. Яғни Алла Субхана Тағалаға ешқайсымыздың пайдамыз тиіп жатқан жоқ, ешкімнің зияны тиіп жатқан жоқ Алла Тағалаға. Бірақ Алла Тағала мейірімді, бізді адам баласы қылып ерекше қылып жаратқаннан кейін, және осы әлемді халифа, патша қылып жаратқаннан кейін, сол патшалық деңгейімізден түсіп қалмау үшін Алла Тағала бізге өзінің шариғат ережесін жіберді. Оны түсінетін пайғамбарларын жіберді. Бақара сөзінде адамды не деп айтты алейхиссаламда? Халифа жараттым деді. Халифа. Халифа деген не? Патша. Ең жаңа айтқанда бірінші ризығым жазылып қойған екен, ал патшаның ақшасы жүруге болмайды. Патша тиын санап жеткізе алмай жүруге ұят болады. Алла Тағала сендерді патша қылып жараттым деп тұр. Демек, әр қайсымыз сол патшалық деңгейде өмір сүруге толық неміз бар? Жоқ, құқық белгілі ғой. Толық неміз бар? Бәрекелді. Міне енді жетті ана миына. Мүмкіншілігіміз бар. Сонда осы отырған әр қайсымыз патшамыз негізінде. Алла Субхана Тағала бізді патша қылып жаратқан ғой мына өмірде. Сен жүрсің тиын санап, жеткізе алмай. Братан, ақша бере тұршы деп. Патша ит жүрге болмайды ғой. Патшада қазына болу керек қой патшада. Дұрыс па? Өйткені жаңағыдай тағдыры жауып қойса, ертең Алланы алған кезде Алла мен сөйттім дейсің, Алла дейін деп отыр ғой. Сен патшаға бератқаның ғой, сен не деңгейге түсіп кеткенсің? Мынауың не сен дейін деп тұр ғой. Ал патшалық деңгейге жету үшін Алла Тағала бүткіл ресурсты беріп қойған саған. Сен оның бәрін сырып TikTok қарап отырсың да. Сен жаңағыдай материалдық мұқтаждық көрмей кім көреді енді? Кім кінәлі бұл жерде? Ғалымдар айтады, қазір әлемді кім басқарып жатыр десе, қазір уақытысында кітап оқып, білім ізденгендер басқарып жатыр дейді. Болашақты кім басқарады десе, қазір оқып жатқандар басқарады дейді.
Сонда уақытысында TikTok көргендер қазір не бүйтіп материалдық қиындық көрсетіп жүр, көріп жүр. Болашақта тағы да сөйтіп көре бергім келеді десе, пожалуйста, көре бер TikTok-ымда. Ешқандай проблема жоқ. TikTok көр, артынша тағы да TikTok көр. Бір ұйықтап тұрда тағы да TikTok қара. Мүйізін қарағай деп шықса, кеп бізбен бөліс, айт, бізде TikTok қарайық онда. Аға, өтірік екен ғой мына теорияң бар. Өткенде айтқан едіңіз сіз. TikTok қарай беріп, жағдайым жасап алдым, алхамдулилля. TikTok қарай беріп, не? Міне. Бизнестерін көбейтіп алдым. Деп айтыңдар, біз онда тыңдайық онда. Оказывается, мынандай екен ғой деп. Бірақ ондай адам болған емес, болмайды да. Бұның бәрі таза нәпсінің мәселесі. Мен қазір қарасаңыздар, телефон деген жарықтық зеріктірмейді. Өткен Алла Құран кәрімде матау деп айтқанда, матау хазекет дүния. Мына дүние сендерді зеріктірмейтіндей қылып берген дейді Алла Тағала. Оған телефон вообще жақсы болды қазір. Вообще зерікпейсің. Уақыт өткізуге ана жақсы болды. Мына қарап отырсын десем, брат, уақыт өткізу керек қой дейді. Қалай сонда сен Алланың өлшеп берген өмірін сөйтіп өткізуге разысың ба сонда не? Саған уақыт өтсе болды ма не сонда не? Қалай сонда? Демек, ризығымыз жазылған екен, бірақ оның ішіндегі бәракатты өзгерте аламыз, жаңа айтқандай. Нем жазылған екен? Өміріміз жазылған екен, оның ішін не істей аламыз? Жақсы жағына өзгерте алады екенбіз. Үшінші не айтылды? Амал. Амалың. Ол жазылған деді. Дұрыс. Демек, біздің қандай жаңағыдай амал жасап жүретініміз, қандай кәсіппен айналысатынымыз, қандай жұмысқа тұратынымыз, ненің маман болатынымыз жазылып қойылған екен. Біреу дәрігер, біреу мұғалім, біреу заңгер деген сияқты, біреу имам. Жазылып қойыпты ол, болды. Енді оны өзгерте алмаймыз. Алла Тағала демек соған лайықты оны қабілет берген сол адамға. Дәрігер мысалға, Алла қуат берсін дәрігерлерге. Бірақ сол амалды ішін жақсы жағына өзгерте алады кез келген мамандар. Яғни өзің мамандығыңызды дамытыңыз. Соны жақсылап ізденіңіз, заманауи ғылым ізденіңіз. Дамыған мемлекеттерге барыңыз, көріңіз, олар не істеп жатыр. Соны не істей аласың ішін Алланың саған жазған сол амалын, мамандығын сен өзгерте аласың ішінде бәракатын. Ал бірақ жаңа айтқандай қаңқасын өзгерте алмайсыз. Төртінші не жазылған? Бақытты және бақытсыз болу. Енді оны біреу мүмкін бақытсыз менен тағдырын әу баста жазып қойған екен ғой деп оған жауап қоя салмаңыздар. Сенің сондай бақытсыз жолды ұстанып өзгермейтін болсаң, қадамдар жасамайтын болсаң, Алла Тағала әуелден біледі сенің тормоз екеніңді. Сөйтіп сол періштеге соны жазып қой. Мынау тормоз болады деген мынау. Мынау тормоз. Действительно сондай деген. Мен бұған қанша нығметтерді берем, бұны патшаға бүткіл ресурстар жібердім болған, бұл TikTok қарап тормоз болып жүре берді. Жазып қойды мынау бақытсыз мынау дейді. Екінші ғалымдар айтқан бұл жерде бақытсыз деп тұрғаны иман байлығын айтқан кейбір ғалымдар. Өйткені біз қазір бақыт деген кезде материалды ойлап жатырмық қой. Негізінде бақыт деген ол иманды айтқан ғалымдар. Бақыт. Бақыт деген кім десе, сол имандылық Алла Тағаланың жолымен, Алланың ережесімен бойынсынып, бұйырған орындап, қайтарғаннан қайтқан адам, мына өмірде де бақытты, ана өмірде де бақытты деген да. Ең бақытсыз адам мына өмірде Алланың шариғатын ескермеді, ішпе дегенде ішті, жеме дегенде жеді, алма деген кредитті алды, белшесінен батты қарызға. Сонымен кім бақытсыз енді? Кім бақытсыз? Жаңа Алланың ережесін шариғатына бойынсымаған адам бақытсыз ғой. Ана өмірде де ол адам бақытсыз деген, Алла сақтасын. Мына өмірде бақытсыз болады, ана жақта да бақытсыз болады деген адамдар бар. Сонда қарап отырсаңыздар, жаңа имандылық бұл таза жолды Алла Тағала шариғатты бізге көрсетті, пайғамбар оның бәрін дәріптеп жеткізіп кетті. Соны ұстану, ұстанбау енді өзімізге байланысты. Міне қаласаң бақытты жолды ұстан, қаласаң бақытсыз жолды ұстан деп тұр. Жаңа аят айтып тұрған сол, қаласаң мұсылман бол, қаласаң кәпір бол дейді. Екінші бір аятта Алла айтады, бірақ менің алдыма мұсылман болмай өмірден өтпей кемеңдер дейді Алла Тағала. Ла тамутунна илля ва антум муслимун деген аятта. Мен Алла Тағала бізді жақсы көреді. Бізді ерекше адам баласы қылып жаратқан да Алла Тағала. Мына жаратылыс ішіндегі ең көрікті, ең сымбатты ол адамның баласы екен. Қалған жаратылыстардың көріністері біз сияқты әдемі емес олар. Қалған жаратылыстар. Сол бүткіл жаратылыс ішіндегі ең көрікті әдемі адам баласы екен. Алла субхана ва тағала міне өз бізге ерекше өз рахматымен бізге не істеп қойған, осындай өз көмектесіп айтып жатыр және. Ей пендем, менің алдыма кім болмай келме?
мұсылман болмай келме деп жатыр. Қалай да болсын сен имандылық жолға түсің керексің сен. Қалай да болсын сен менің алдыма дұрыстап кел деп тұрды Алла Субхана тағала. Оны ғалымдар айтады, Алла тағала біз қараңыздар дейді. Мына оң иығымызда қандай періште бар? Жақсы сауаптар жазатын періште отыр мына жерде. Әрқайсымызда бар ол. Сол жағымызда қате күнәлардан Құдай сақтасын, қателесіп қалсаң жазатын періште отыр. Мынаның бастығы. Мынаған бағынады. Мысалы қателесіп, біліп, кейде білмей істесең, мынау бірден жазып қоймайды. Бұл бастықтан сұрайды. Бастығы, не істейін, жазайын ба дейді. Мынау не деп айтады маған? Қоя тұр дейді. Асықпа. Тәубе етіп қалар, өкініп қалар. Алғанына өкінер, тәубе етсе, бұл удалитын деп жазылмайсың, жазылмайды арғанға. Ойында ішінен шық, ол екінші күннен тағы істеген кезде алдыңғы біріншісін енді жаз деп айтады екен. Мынау біреу жаз, бірақ біреу. Сауап істесе, мынау бас екен, мынадан істемейді, сұрамайды. Бірден жазып қояды. Бұл 700-ге дейін көбейеді деді бұл. Мына бір сауабың сенің нешеге көбейеді мынау? 700-ге дейін көбейіп береді деген Алла тағала хадисте. Соны ғалым айтқан, егер бір күнәң 700-ге көбейіп кетсе бізде вообще қиын болар екен жақта. Бір күнә бір болып қалады екен ғой, біреу болып. Ал мынау ше, бұл 700-ден ал мәшалла деп айтты Расулаллах, Алла қалағанша тағы көбейе береді деген ғой мен қарайын. Көрдіңіз ба? Сол үшін қандай да бір күнә істеген кезде артынша бір сауап істе дейтін сол шариғаттың. Артынша жауып тастау керек ананы. Сөйтіп тәубе ету керек, күнәні ашпау керек. Міне Алла тағала біз жақсы көретіндігіне дәлел осының бәрі. Алла Субхана тағала демек бізді не қылып жаратқан екен? Халифа қылып жаратқан екен, басшы қылып. Сол халифаның жаңа айтқанда 4 нәрсесін белгілеп қойған екен. Оның ризығы, оның өмірі, оның амалы, оның несі? Станым жолы ма? Қай жолды ұстанғысы келеді? Бақыт жолға апаратын жол ма? Бақытсыз қалып баратын жол ма? Ерік бар сенде. Ерікті түрде бұның бәрі. Бұның бәрі ерікті түрде. Бірақ ертең қияметте ешкім сылтау айта алмайды. Мен өмірде бақытсыз болдым. Мен ешқашан бақытым ашылған емес. Мен осындай қылып жаратқансың сен. Менің кінәм жоқ деп айта алмайды ешкім. Алла Субхана тағала ешкімді алқаш қылып жаратқан жоқ. Ешкімді наркоман қылып жаратқан жоқ Алла тағала. Бәрі адамның баласы сәби болып өмірге келді бәрі. Елдің бәрі қуанды, сол сәби келген кезде әулетте той болды. Өмірге ұрпағымыз келді, альхамдулилля. Әке қуанып той берді. Бірақ ешкім ойлаған жоқ, сол баланың тағдыры сөйтіп кетіп, соңында бомбыж болып, мұсырдың арасында осында аязда өліп қалады деп ешкім ойлаған жоқ бірақ. Оны ешкім тілеген де жоқ оған. Енді ол ертең сол бомбыж, сол божекеңдер ертең қияметте Алланың алдында не айта алмайды? Не айта алмайды? Айта алмайды. Дұрыс айтады, уәж айта алмайды. Алла, мен не кінәм бар? Мен бомбыж қылып жаратқансың сен. Сол үшін мен өзім миссиямды орындап келдім міне. Сабыр еттім, мұсырдың арасында ұйықтадым, сабыр еттім бәріне. Менен разы бол деп, ол ешқашан Алланың алдына барып, осылай тұра алмайды ешқашан. Өйткені Алла оны не жаратқан жоқ? Алла Субхана тағала ешкімді бомбыж қылып жаратқан жоқ, ешкім наркоман қылып жаратқан жоқ. Ешкімді анау казиноға кіріп, ақшасын бәрін салып қуып кетсін деп жаратқан жоқ Алла тағала ешкімді. Адамды Алла тағала халифа басшы қылып жаратты, соның ұрпағын бәріміз басшымыз сонда. Патшаның баласы патша болу керек қой. Яғни патшаның баласы бомбыж болуға болмайды. Әкеміз, атамыз халифа патша болды ма, Адам алейхиссалам, демек одан тараған балалардың бәрі патша болу керек. Сонда бүткіл жаратылыстың баршасы адам үшін жаратылды мына өмірде. Ал адам баласы ақша жеткізе алмай жүруі, өмірде жаңағыда не қиын жағдайда жүруі ол болмайды. Былайша айтқан кезде ұят болады. Ол патша деңгейінен түспеу керек. Сол патша болып жүруге Алла тағала бізге не бүткіл жағдайымызды жасап, ресурстар беріп қойған екен. Субханак астағфирука ва атубу илейк. Келесі дәріс жалғасын табады иншалла. Демек бүгінгі осы хадистің аясында болды. Демек ертеңнен бастап не істеңіздер, құрметті жастар? Жаңағы 4 нәрсенің ішін не істейсіздер? Безендіруге кірісіңіздер. Ризығыңның баракатын ізде, өміріңді безендір, міне құлшылықпен баста, амалыңды, жұмысыңды ішін безендір, және бақыт жолды ұстаныңдар. Міне, сонда аз өмір сүрейік, көп өмір сүрейік, өмір сүрдім деп, иншалла, мына өмірді айта аласың сен. Міне, альхамдулилля, мен өмір сүрдім деп айта аласың. Егер бұл 4-інің қарама-қарсы нәрсені істесең, онда ешкімге ренжіме. Ешкімге әңгіме айтпай ақ қой. Және оны жаңа айтқандай, өзіңнің жалқаулығыңды неге жаумай ақ қой? Тағдырға жаумай ақ қой, пайғамбар сөйтіп айтқан екен ғой, жазылған екен ғой деп,
оған жауа салмаңыздар, омен мәселе шешілмейді. Субханак астағфирука атубу илейк. Алла тағала ескермегеніміз амал етуді нәсіп етсін. Алла тағала ризығымызға баракат берсін, кәсіптерімізге, нәсіптерімізге баракат берсін. Мына кәсіп бастамаған жастарға қайырлы кәсіп нәсіп етсін. Осы кәсібіміз Алла тағала дүниемізде және ақыретте мол сауапқа алып баратын қайырлы кәсіп болды, Алла нәсіп етсін. Аллахумма иғфир лана, Аллахумма ирхамна, Аллахумма афина, Аллахумма арзуқна. Саллаллаху аля сайдина Мухаммад Мустафа бирахматика я архамар.